Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Біздің кезекті обзорымызда Chevrolet Sonic объем 1.3 2020 жылғы американец. Бағасы $8500. Доллардың көрсі 455 пен есептесек, бұл көліктің бағасы теңгемен 3.870.000 шығып тұр. Сатушының айты бойынша airbagтар ашылмаған дейді. Есік жағы орылған дейді. Carfax'тан өздеріңіз кіріп көріп кетсеңіз болады. Бұның Carfax'ымыз қараған жоқпыз. Механическая регулировка сиденья, тканевый материал. 8500-ге осындай көлік бар. Chevrolet Sonic. Адаптивный круиз-контроль, голосовой помощник, аудиоконтроль, пробег 54.692 миль екен. Мультимедиасы бар. Apple CarPlay, Android Auto, коробка автомат, камера, ручной тормоз, задние камерасы бар. Көліктің мынандай. Яғында екі USB бар екен. Көліктің кілті осындай. Бисмилла. Көлік қызықтырса жазыңыздар. Алам деген жандар болса, бұл көлікті толығымен тексеріп береміз сіздерге. Бүкіл видео отчеттарын жіберіп отыратын боламыз. Біздің кезекті обзорымызда Hyundai Veloster Online. Карбон. 2019 жылғы көлік. Осындай. Hyundai Veloster. Артқы фаралары ламбаның несіне ұқсайды екен, фараларына. Дауысы. Объем 2.0 турбо. Бағасы $17.800 бұл көліктің. Бесключевой доступ. Carfax'ы. Бұның Carfax'ымыз қараған жоқ, сөздеріңіз кіріп көріп кетсеңіздер болады. Онлайн, механическая регулировка. Тканевый материалдан жасалған сиденьясы, ремені. Яғында карбон екен, тоже мықты карбон тұр. Мультируль, голосовой помощник, аудиоконтроль. Адаптивный круиз контролі бар. Механика, алтыступка. Мультимедиасы мені. Android Auto, Apple CarPlay. Пробег 37.867 миль екен. Осындай. Hyundai бар, колонкалары Infiniti екен. Дауысы мықты екен бұл көліктің. Push старты бар. USB, AUX, неқада USB-ге уақыт бар екен зарядтағанға. Задний камерасы бар екен. Задний камерасы бар. Алам десеңіздер осындай Hyundai бар. Көлік қызықтырса жазыңыздар.
Біздің кезекті обзорымызда BMW 7 серия 2022 жылғы, бағасы $151 мың. Бұл көліктің 440i, объемы 3.0, седан, задний привод. Көлік жаңа, пробегсіз. Осындай. Екі кілті болады бұл көліктің. Бесключевой доступ. Плавающее сиденье, да. Необычный нарисован екен. Память сидений бар. Нажаттары сенсор екен міне. 360 камерасы бар. Мультируль, адаптивный круиз контроль. Лепестоктар бар. Көлік жаңа. Руль легкий өте. Мультимедиасы. Төбесінде панорама. Ну, ашылады еще. Электрический ручной тормоз, коробка со жерде. Push старт, мынау тачпады. Мультимедиа напротив болады, навигация. Медиа бар. Bowers Wilkins деген колонкасы. Сенсорный картасы бар. Медиа, телефон. Бәрі бар осы жерде. Стаканниктар, екінші жағынан тоже память сидений, плавающий сидений. Қазір бұл көліктің артқы жағын көрсеңіз, кнопкамен ашылады стаканы. Доводчиктары бар. Бұның артында мынандай мониторы бар. Қазір бұны көрсетіп кетемін сіздерге. Артында мына осындай мониторы бар бұл көліктің. Екі жағынан да. Телефон сияқты блокировка жасайсыздар мұны. Open all десеңіздер, шторкалардың бәрін түсіруге болады. Close all десеңіз бәрін жабуға болады. Сиденьені управлять етсеңіз болады. Начальник таңдайсыз да, істеңіз оны қозғалады. Бағытын таңдасаңыздар болады. Артында да память сидений бар. Климат контроль, обдувы бар, подогревы бар. Осы бәрін осы жерден управлять етсеңіздер болады. Светпен управлять етсеңіздер болады. Жарығын көтеріп, түсіріп. Климат бәрін осы жерден управлять етуге болады. Подстаканниктар шығады. Яқта екі Type-C зарядкаға бар екен. Көліктің арты осындай. Тоже кнопкамен ашылады арты жағы. М. Көліктің артқы жағы. Көлік қызықтырса жазыңыздар. Біздің кезекті обзорымызда Dodge Ram TRX Supercharged, объем 6.2, бағасы $88 мың $200 бұл көліктің. TRX 4х4 вот. Аппарат деп осыны айтады. Қара цветте. Кожаный салон, плавающий сидений. Міне бұның карпаксы.
ең коды. Канада. Бұл көлік 11 ай 21 жылғы екен. Dodge Ram TRX деген. Алтта 2 объем. Оның пробегі 4513 километр екен. Даусын өзі монстрдікіндей екен. Мультируль, голосовой помощник, адаптивный круиз-контроль, лепестоктар бар, пуш-старт, блокировка дифференциалов, TRX, RAM, Supercharged, жазылып тұр. Дәу дисплейі бар, Тесланыкіндей. Навигация, комфорт, осы жерден настраивать етсеңіздер болады. Подогревы бар, подогрев руля бар. Монитордан қоссаңыздар болады. Машинаның настройкалары бар. Камераласы бар міне. Навигация, телефоныңызды қоссаңыздар болады міне. Приложениялары бар ішінде. Интерфейсі қатпай жақсы істеп тұр. Төбесінде панорама екен. Алам десеңіздер осындай көлік бар. Мануальный режим. Дауысы мықты екен бұл көліктің. Артыңғы жағын көрейік. Арты өте кең екен көліктің. Пространство өте үлкен екен. Подножкасы бар. Көлік қызықтырса жазыңыздар.